Өткен аптада Екібастұз әкімі Аян Бейсекин өзінің кезекті есебін Богатырь көмір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кеншілерімен өткізді. Алпауыт кәсіпорын еңбеккерлері өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын алды. 9 маршрут интервалы өте ұзақ. Аялдамада күтіп тұрып қаламыз. Автобустар жетпей ме? Тұрғындар көп шағымдануда. Бұл шағымдарға әкім соңғы 2 жылда автобус парктері 100%-ға жаңаланып, қоғамдық көлік саны да біршама артқанын баса айтты. Компания қызметкерлері энергетиктер көшелерін жарықтандыру ісіне көңілдері толмайтынын жеткізді. Алайда шаһар басшысы жарықтандырудың 4-ші кезеңі жүзеге асып жатқандығын, соның аясында 68 көшеге жарық тартылып, бүгінде оның 30-ы жарықтандырылғанын атап өтті. Еще у нас порядка 100 межквартальных улиц частного сектора и переулков, которые не освещены. Этим вопросом тоже занимаемся. Вот у нас есть 4-й этап, есть 5-й этап освещения, это мы в рамках городского и областного бюджета реализуем. Сондай-ақ батырлықтарды аулаларды абаттандыру, қаңырап тұрған көлік тұрағы, ыстық су сияқты қаланың коммуналдық мәселелері алаңдатты. Бұл қойылған көкейкесті сұрақтардың басым көпшілігіне сол жерде жауап беріліп, бақылауға алынды. Кездесу соңында Екібастұз басшысы Аян Уахитұлы барлық қызметкерлерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтап, келер жылға деген жоспарларыңыз іске ассын деген ізгі тілегімен кездесуді қорытындылады.